Жібер мені! Қорсылдақ, бұл не қылғаның? Жібер! Көрдің бе, менің де көмегім тиеді. Моторлардың не қажеті бар? Талып қала жаздадық. Ой, бұрмай. Неткен жігіт. Құшақташ мені. Атушы болма! Сендер мұнда қайдан жүрсіңдер? Сені құтқаруға келдік. Мені құтқарудың қажеті жоқ еді. Жетер! Қоя тұрыңдар. Сендер кемені шатастырып алған жоқсыңдар ма? Менің атым Әріт. Әріттің ұлымын. Мына бәлені әр алыңдаршы. Тағы кім бар? Өзім де солай деп едім. Сен айдақарыңа мін, қайтамыз. Жоқ. Осынша жауапсыз болар ма едің? Мен айдақарларды қорғап, соғысты болдырмаудың амалын қарастырып жүрмін. Жауапсыздық па бұл? Оның көксегені соғыс ашу, балам. Көп заман бұрын айдақарлардан қорғану амалдарын талқылау үшін бүкіл көсемдер бас қосқан болатын. Арамызға шалғай жерден бейтаныс адам келіп қосылды. Бет аузы тартақ. Үстіне айдақар терісін жамылған. Қолында қаруы болмады. Сосын байыппен сөз бастады. Өзін Драго Бладвис деп таныстырды. Халықты айдақарлардың үстемдігінен бір жола азат етіп, адал қызмет етем деді. Халықты айдақарлардың үстемдігінен бір жола азат етіп, адал қызмет етем. Айдақарларды бағындырып, бәрімізді қорғап қалу өзінің ғана қолынан келетінін алға тартты. Ол үшін тізе бүгіп, соның қоласына өтуіміз керек болды. Ақымақ, жармес. Иә, біз де күлгенбіз. Сосын ол жамылғысын жамылды да, ендеше менсіз не істейтіндеріңді көрейік деп айғай салды. Кенеттен үйдің шатыры отқа оранып жасақталған айдақарлар әскері тап берді. Кеңес бөлмесінің күлін көкке ұшырды. Тек мен ғана аман қалдым. Еш себепсіз жазықсыз жандарды қырып салған жауыз ақыл тыңдап жатыр. Солай шығар. Екенік. Бәрібір байқап көргім келеді. Бір рет қолымнан келген. Сіздің ойыңызды өзгертсем, оны да көндір алам. Кеттік. Кеттік. Жоқ, бізбен бірге Бьоркке қайтасың. Маған жалғыз Тілазарда жетеді. О, мынау жақсы екен. Өй! Тарбан! Қазір! Өй! Қорықпа, достым. Саған ешкім қиянат жасамайды. Сөз берем. Оу, жетер енді. Әке, жетер, тағы да ма? Жарайды. Оқыс қимыл жасама.